Әбдімүтәліптің түсі. Арадан ұзақ жылдар өтті. Әбдімүтәліп Құрайш тайпасының басшысы болып тағайындалады. Жаздың аптап күндерінің бірінде Қағба маңындағы Хижр деген жерге көлеңкеде демалып жатып, көзі ілініп кетіп, түс көреді. Түсінде бір адам оған «Тұр жылдам, тайбаны қаз» деп бұйырады. «Тайба не?» деп сұрап үлгергенше әлгі адам ғайып болады. Оянған соң Әбдімүтәліп түсін неге жорырын білмей дал болады. Тайбасы несі екен, оны қазу керек дегені несі секілді сан сұраудың шырмауында қалады. Ертесіне тағы да сол жерде көз шырымын алмақ болады. Сол-ақ екен, түсінде кешегі кісі «Тұр, бәррені қаз» деп мазалайды. «Бәрре не?» деген сауалы тағы жауапсыз қалады. Үшінші күні дәл сол жерде жатып, сол түсті қайта көреді. Бұл жолы аян беруші «Тұр, мәднунені қаз» дейді де жоқ боп кетеді. Әбдімүтәліп 3 күн қатарынан көрген түсінің астарындағы сырды шеше алмай, әбден басы қатады. Өз ойымен әуре боп, 4-ші күні сол жерге тағы да жантая кетеді. Бұл жолы түсінде аян беруші «Зәмзәмді қаз» деп бұйырады. «Зәмзәм дегеніңіз не? Ол қайда?» деп бастырмалата жөнелген Әбдімүтәліп мынадай жауап естеді. «Зәмзәм еш бітпейтін, азаймайтын түпсіз терең тұнық құдық. Қажылардың су мұқтаждығын сонымен өтерсің. Оның көзі Қағбада құрбандыққа шалынған малдардың қаны төгілген жер мен терілері көмілген жердің арасында. Сол екі араны ден қойып қадағала. Күндердің күнінде алақанатты бір қарға сол жерде шұқығанын көрерсің. Сол маңда құмырсқа илеуі де бар». Әбдімүтәліп үлкен бір іс тындыратындай боп оянады. Қуанышы қойнына сыймайды. Зәмзәм құдығы жөніндегі бірталай әңгімені бұрында көп естіген. Бірақ оның орнын нақты білетін ешкім болмаған соң, сол күйі ұмытыла бастағанды. Ертеректе Меккені жау шапқанда, жергілікті халық Қағбаның бар байлығын Зәмзәм құдығына тастай қашқан. Сол заманнан бері Зәмзәмнің аты бар да, заты жоқ боп қалған екен. Әбдімүтәліп Зәмзәмнің көзін тауып ашу міндеті өзіне жүктелгендігін іштей сезінгенді. Уақыт оздырып жатпастан белгі берген жерге келеді. Дәл сол сәтте алақанатты қарғаның көктен құлдилай келіп қонғанын, тұмсығымен бір жерді шұқып, қайта ұшып кеткенін көреді. Ұзақ жылдар бойы құпия боп ұмытылған тіршілік көзін тауып, көпшілік қажетіне ұсыну бақытына ие болған Әбдімүтәліп балаша қуанады. Құдықты қайта қазуға асыққанымен, бір Алладан басқа өзіне ғана мәлім құпияны жан баласына сездіргісі келмейді. Ертесіне жан дегенде жалғыз ұлы Харисті қасына ертіп, белгіленген жерге барады да қаза бастайды. Біраз қазған соң дөңгелек пішінді құдықтың аузы тастан өрілген қабырғасы көріне бастайды. Әбдімүтәліп өз көзіне өзі сенбейді. Әбдімүтәліптің әрбір қимылын көзден таса қылмай бақылаумен болған Құрайыштар әу баста аса мән бермегенмен, жеме-жемге келгенде қарап қала алмай, ақсақалдарына хабар бергізеді. Құрайыштардың үлкендері құдық қазылып жатқан жерге келіп: «Ей Әбдімүтәліп, бұл біздің атамыз Исмайылдың құдығы. Мұнда біздің де үлесіміз бар. Бұл іске біз де ортақ болайық, жұмыла көтерейік» дейді. Әбдімүтәліп бұл шаруаға ешкімді де араластыра алмаймын, өйткені бұл міндет тікелей өзіме жүктелді деп келіспейді. Әрине, оның бұл жауабы Құрайш ақсақалдарына ұнамайды. Араларынан Әди ибн Нәуфәл суырылып шығып: «Сен кіміңе сеніп бізбен салғыласасың? Жалғыз ұлыңнан басқа тігерге тұяғың жоқ екенін ұмыттың ба?» дейді. Оның сөздеріне ызаланған Әбдімүтәліп: «Сен немене, менің жалғыздығымды бетіме басқың келе ме?» деп ашуға булығып бір сәтке үнсіз қалады да, көкке алақанын жайып: «Уа құдіреті күшті Аллам, мені жарылқап 10 ұл берер болсаң, біреуін дәл осы Қағбаның жанында сенің жолыңа құрбан етерем. Антым осы» деп айтып салады. Оқиға мұнымен бітпесі айтпаса да түсінікті еді. Жағдайлар шиеленісе түсті. Ел үшін алауыздық жайлады. Әбдімүтәліп құдық қазуды уақытша доғарып қойып, мәселені шешуді хакімге тапсыруға ұсыныс жасайды. Оның бұл ұсынысы қабыл болып, Шамда тұратын Сағд ибн Хузейм есімді хакім таңдалады. Қасына әкесі мен туыс ағаларын ертіп, бір топ құрайыштықтармен бірге Әбдімүтәліп Шамды бетке алып жолға шығады. Жолдың ортасына келгенде, бұлардың ауыз суы таусылып, аптап сахарада үлкен қиындыққа ұшырайды. Шетсіз, шексіз шөл далада су іздеу сағымның соңынан жүргенмен бірдей екенін білетін Әбдімүтәліп және оның ағайындары құрайыштықтардан жәрдем сұрауға мәжбүр болады.
суымыз өзімізге ғана жетеді деген қатал жауаптан соң бұлар тіпті сасады. Әбдімүтәліп ұшы-қиырсыз шөлде тұрғандықтарына қарамастан су іздемекке белін бекем буады. Ішкі жан айқайы іздесең табасың дейтіндей болады да тұрады. Сол сезімінің жетегінде еріп, байыз таппаған ол түйесінің жатқан жеріне келеді. Түйесін айт шулеп тұрғызған сәтте өз көзіне өзі сенбейді. Жануардың аяғының түбінен жылт-жылт еткен суды көреді. Қуаныштары қойнына сыймаған олар аяқ астынан қауқылдасып мәз болсады. Әбдімүтәліп су көзін қылышының ұшымен кеңейтіп ашқан сайын су молая түседі. Бір жұтым суды қимаған құрайыштықтар да бұл оқиғаға таң қалысады. Әбдімүтәліп пен оның жолдастары мөп-мөлдір судан айыздары қанғанша ішіп, жануарларын да суарып мәре-сәре болады. Сонан соң құрайыштықтарға қарап, келіңдер, сендердікі не тұрыс, жаратқан бізге су берді, қанып ішіңдер, көліктеріңді суарыңдар деп айқайлайды. Құрайыштықтар аң-таң боп қысыла қымсына жақындап, суық судан рахаттанып ішіп, түйелерін суарып, ыдыстарындағы ескі суларын төгіп жаңалап алады. Мұнан соң өз қателіктерін түсінген олар әп-сәтте өзгеріп сала береді. Ей Әбдімүтәліп, саған тағар кінәміз, артар айыбымыз жоқ. Мұнан былай зәмзәмді қазуға тек сен лайықсың. Еш таласымыз жоқ. Хакімге де бармай-ақ қояйық, деді олар өкінген кейіппен. Сөйтіп олар хакімге бармастан жарты жолдан Меккеге қайтып оралады. Меккеге келген соң Әбдімүтәліп ұлы Хариспен бірге зәмзәмді қазып, аз ғана уақыт ішінде халықтың қызметіне ұсынады. Ол кезде Әбдімүтәліп нағыз қамал алар шағында. Арадан зулап 30 жыл өте шығады. Алланың құдіретімен Әбдімүтәліптің ұлдарының саны 10-ға жетеді. Қартайған Әбдімүтәліптің ойына мұнан көп жыл бұрын Аллаға берген анты оралады. Серті бойынша ұлдарының бірін Қағбада құрбандыққа шалуы ләзімді. Ұлдарының қай-қайсысы да ақылына көркі сай, бірінен бірі өткен айбарлы да ажарлы боп өсіп келе жатады. Әсіресе 10 ұлдың 8-шісі Абдулла ерекше еді. Тән сұлулығында да, жан сұлулығында да басқа бауырларынан өзгешелігімен мұндалайтын. Өйткені дүниеге келген сәтінде әкесінің маңдайындағы аманат нұр соның маңдайына көшкен болатын. Осы нұр бет-әлпетін ерекше ажарландырып, сүйкімді ете түсетін. Алайда ешкім бұл әдеміліктің сырын білмейтін.